Интеллект, эмоционалды интеллект өз кезіндегі эмоцияларды басқара білуді, олардың шығу тегін түсінуді, сондай-ақ айналасындағы тиімді қарым-қатынас жасай білуді білдіреді. Жастық шақтағы эмоционалды интеллектін дамыту, оған өзіңді толық тануға, әлсіздердің мен артықшылықтарыңды дәл бағалауға, түрлі жағдайда көрініс табатын сезімнің түпкі сезім үңіле білу. Сондай-ақ өзіңді өзгелердің орнына қоя білуге, адамдардың сезімін терең аңғару арқылы дұрыс әрекет жасауға, тиімді қарым-қатынас құруға, икемді болуға мүмкіндік береді. Эмоционалды интеллекттің кәсіби артықшылықтары: эмоцияны арттыру, жақсы эмоциялық атмосфера, жұмыс өнімділігі. Жоғары қатынасты дамытқан жастар, оқушылар әдетте эмоционалдық интеллект жоғарғы деңгейге ие болады. Олар өз эмоцияларын жақсы түсіне алады. Олардың көрінісін бақылай алады. Стрессті жеңе алады. Басқа адамдармен қарым-қатынаста салауатты шектерді белгілей алады. Көшбасшылық жетістігі эмоционалды түсінік адамдарды біріктіреді және ынталандырады. Бұдан басқа өзіне деген қатынас, эмоциялық интеллектісі дамыған оқушылардың көбінесе өзіне деген сенімділігі, өзін-өзі талдау, өзін-өзі мотивациялау қабілеті бар. Бұл оларға әлемді бағдарлауға және неғұрлым саналы шешімдерді қабылдауға көмектеседі. Өзін-өзі бағалаудың жоғары деңгейі оң бағаларды күту, өз әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Неге соңғысына басып жібердің? Стресске төзімділік. Бұл жерде қиын сәттерде тұрақтылық пен шешім қабылдауды жақсартады. Яғни біздегі Дэниел Големан, американдық психолог, бұл эмоционалды интеллект сарапшысы. Ол эмоционалды интеллектінің және оның адамдар табысы мен әл-ауқаты әсері туралы зерттеулермен танымал. Големан эмоционалды интеллект концепциясын ұсынған кезде өз еңбектерінде стресске төзімді адамдар жетістікке көп жетеді деп айтқан. Негізгі қорытындылар мен және алға жоспарлар. Эмоционалды интеллекттің негізін түсіну, жеке және кәсіби дамудың құралы ретінде қағидаларды білу. Тиімді дағдыларды жетілдіру, өзін-өзі тану, басқару және коммуникативті қабілеттерді дамыту. Практикалық қолдану, күнделікті өмірде эмоционалды интеллектті белсенді пайдалану. Осы ұсынымдарды пайдалана отырып, сіз эмоционалды интеллектті дамытып жеке және кәсіби өмірде табысқа жетуге мүмкіндік болады. Осылайша, оқушылар арасында интеллектті зерттеу бірнеше маңызды себептерге байланысты: академиялық жетістік, әлеуметтік дағдыларды дамыту, психологиялық денсаулық, мотивацияны арттыру, болашақтағы табыс, қоғамдық бейімделу. Эмоционалды интеллектінің тағы бір ерекшелігі, егер эмоционалды интеллект IQ-дан жоғары болса, онда ол балалардың да суицидке бейімділігі өте аз болады екен. Яғни біз әрқашан эмоционалды интеллектті дамыта аламыз, ал IQ, интеллектуалды интеллектті дамыту ол мүмкін емес. Яғни әр адамда өзінің интеллект деңгейі болады. Енді әрғара айтып кететін болсақ, біз осы қорытындылай келе, эмоционалды интеллект адамның өмірінің барлық саласындағы табысты болуына ықпал ететін маңызды дағды. Ол өзін-өзі тану, өзін-өзі басқару, эмпатия және қарым-қатынас қабілеттерін қамтиды. Эмоционалды интеллектіні дамыту әркімге қолжетімді және үздіксіз жетілдіруді талап ететін процесс. Сондықтан эмоционалды интеллектті дамыту ерте бастау болашақ жетістіктің кілті. Құрметті әріптестер,
Енді осы эмоционалды интеллект ұсымына байланысты біз мектебімізде 2,5 жыл апробациядан өткізілді осы ұсыным. Ол ұсынылымда негізі біз толығымен 7-ші сыныптан бастап зерттеген оқушыларымыз қазір 9-шы сыныпқа келіп отыр. Мінекей, осындай жетістіктермен және олардың осы эмоционалды интеллект ұсынымы арқылы деңгейлерінің көтерілгендігін де байқап отырмыз. Іс тәжірибемізде соны айтып өттім. Сіздерде сұрақтарыңыз болса? Құрметті әріптестер, сіздер камераны қоса аласыздар ма? Мен сіздерді фотоға түсіріп алуым керек. Маған отчетқа қажет еді. Осыны бір түсіріп. Тағы да сұрақтарыңыз болса, маған осы әдістемелік ұсыным бойынша. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса. Есть вопросы? Если есть вопросы, можете задавать. Если есть вопросы насчет методической рекомендации, можете задавать. Уважаемые коллеги, на этом я завершаю свой Уважаемые коллеги, на этом я завершаю обмен опыта по методическим рекомендациям эмоциональный интеллект. Если есть вопросы, можете задавать. Спасибо большое, что вы все меня послушали. Рахмет сіздерге көп-көп. Келесі кездескенше сәттілік.